Мақта қыз бен мысық. Ерте-ертеде бір әдемі ауылда Мақта қыз деген мейірімді қыз өмір сүріпті. Оның өте сүйкімді, бірақ сәл тентек мысығы болыпты. Бір күні Мақта қыз үйін сыпырып жатып, мейіз тауып алыпты. О, мейіз, қазір мысығымды шақырайын. Мысығым, кел. Мысықты қанша шақырғанымен, ұйықтап жатқан мысығы келмей қояды. Сөйтіп Мақта қыз мейізді өзі жеп қойыпты. Жарайды, өзім жеймін. Дәмді екен. Мен неге шақырдың, Мақта қыз? Шақырғанда келмедің, енді айтпаймын. Қазір айтпасаң қатығымды төгемін. Ал мен сенің құйрығыңды алып қоямын. Өтінемін, құйрығымды қайтаршы. Сен бірінші қатығымды әкеліп бер. Көңілі түскен мысық қатық алып келуге жолға шығады. Бірінші сиырға барады. Қатық алуға барамын. Сиыр, маған қатық берші. Менің қарным аш, маған жапырақ әкеліп берсең қатық беремін. Ағаш, маған жапырақ берші. Мен шөлдеп тұрмын, су әкелсең жапырақ беремін. Сосын су алып келе жатқан қыздарға келеді. Қыздар, маған су беріңдерші. Сен бізге сағыз әкеліп берсең, біз саған су береміз. Қыздардан шығып дүкеншіге келеді. Дүкенші, маған сағыз берші. Сен маған жұмыртқа әкеліп берсең, саған сағыз беремін. Дүкеншіден шығып тауықтарға келеді. Тауық, маған жұмыртқа берші. Сен маған дән әкеліп берсең, саған жұмыртқа беремін. Енді не істеймін деп басы қатып тұрғанда, ін қазып жатқан тышқанды көреді. Қане, жаныңның барында айт, үйіңде не бар? Үйде бір тостақ дәнім бар. Тап, қазір алып шық. Тышқаннан дәнді алған мысық мәз болып тауықтарға келеді. Дәнді тауыққа береді. Тауық болса мысыққа жұмыртқа береді. Жұмыртқаны алып дүкеншіге береді. Дүкенші оған сағыз береді. Сағызды алып қыздарға береді. Қыздар оған су береді. Суды алып ағашқа құяды. Ағаш оған жапырағынан береді. Жапырақты әкеліп сиырға береді. Сиыр оған қатық береді. Қатықты әкеліп Мақта қызға береді. Мақта қыз оған құйрығын қайтарып, енді қатықты төгуші болма дейді. Сонда мысық, енді ешқашан қатықты төкпеймін деп жауап беріпті. Сонымен екеуі қайтадан тату тәтті өмір сүріпті. Бауырсақ. Бүгін мен сендерге бауырсақ ертегісін айтып берейін. Ертеде, ешкі жүні бөртеде, бір үйде кемпір мен шал өмір сүріпті. Кішкентайларым, ертегі басталды, тыңдаңдар. Әже, қандай керемет! Перилер ұшып жүр, қараңдар. Олар ертегінің сиқыры, бақылаңдар. Кемпір, бүгін бауырсақ пісіріп берші. Жарайды, шал. Онда мен бауырсаққа қамыр илеп қояйын. Әже өз ас үйінде қамыр илей бастады. Аздап ұн қалған еді. Бауырсақ қамыры қолына жұмсақ, жылы сезіліп. Әже оны сабырмен илеп, әдемі домалақ етіп жасады. Қамыр өте үлкен домалақ болып көтеріліп ашыды. Әже қамырды домалақ пішінге келтіріп, пешке салған соң, бауырсақтар біртіндеп көтеріліп, алтын түске боялып, иге тәтті иісін тарата бастады. Әженің қимылдары мейірімге толы. Әр бауырсақты нәзікпен, қамқорлықпен пісіріп жатыр. Сөйтіп бауырсақты сусын деп терезе алдына қояды. Кенет бауырсаққа жан бітіп, аяқ қолы, бет аузы пайда болып, терезеден сыртқа қарай секіріп түсіп, орманға қарай қаша жөнеледі. Қашып келе жатады, сөйтіп алдынан қоян шығады. Сен кімсің? Иісің сондай тәтті. Мен бауырсақпын. Мен сені жеп қоямын. Мені жемеші, саған күшті ән айтып беремін.
Мен атамнан қаштым, мен апамнан қаштым, енді сенен де қашамын. Бауырсақ, сен сондай тәттісің, сені жеймін. Жоқ, жемеші, саған ән айтып беремін. Ән? Ал айта ғой, әніңді тыңдайық. Мен атамнан қаштым, мен апамнан қаштым, мен қояннан қаштым, енді сенен де қашамын. О, бауырсақ, қайдан қашып келесің? Сені жеймін. Мені жемеші, саған күшті ән айтып беремін. Ән? Айта ғой, әніңді тыңдап көрейік. Сосын жеймін. Мен атамнан қаштым, мен апамнан қаштым, мен қояннан қаштым, мен қасқырдан қаштым, енді аю, сенің де қашамын. Қашып келе жатады. Сөйтіп, алдынан Бауырсақ, сен қандай әдемісің, идің қандай тәтті, сені ән айтады дейді ғой. Я, саған да айтайын әнімді. Мен атамнан, оштымандалар. Тоқта, менің құлағым жөнді естімейді, мұрнымның үстіне шығып айтшы. Мен атамнан қаштым, бала. сөйтіп тұрғанда түлкі бауырсақты хап еткізіп жеп қойыпты. Ұр тоқпағым ұр. Балапандар, бүгін сендерге ор тоқпақ ертегісін айтып беремін. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, пікіріңді қалдырып кет, жарай ма? Онда бастайық. Бір кездері алыстағы бір ауылда ертеде қазақ даласында кедей шал мен кемпір өмір сүріпті. Шалау, үйде шерас киер киім қалмады. Ел аралап бірдеңе тауып келмейсің бе? Жарайды, кемпір, Алла жар болса бірдеңе табылар. Шал қолдан жасалған тұзақтарын алып, орманға қарай аттаныпты. Көп жүрсе де мол жүріпті. Сөйтіп орманға келіп 2-3 жерге тұзағын құрып қояды. Кенет орманда келе жатқан қаз тұзаққа түсіп қалады. Жан даусы шыққан қаз ары-бері жылжып босатыла алмайды. Сол кезде қаздың дауысын естіп шал келеді. Шал қазды босатып, енді қоржынға сала берейін дегенде қаз бұлай дейді. Сен мені босат, менен не сұрасаң, соны 1 жылдан кейін ал. Жарайды, босатайын. Сөйтіп шал үйіне бос қайтыпты. Үйге келіп болған жағдайды кемпіріне айтып беріпті. Кемпірі ашуланып: Ой, ақымақ шал, қолға түскен қазды жібердің бе? Қой, сен түк білмейсің. Қалай білмеймін, өзің айтып отырсың ғой. Ол қаз емес, киелі құс болатын. Арадан жаз өтті, жаздың артынан күз өтті, күздің артынан қақаған қыс өтті, көктем қайта келді. Көктем қайта келді. Арадан 1 жыл өтті. Шал кішкентай қоржынын алып Қазыбайдың үйіне жолға шығады. Ұзақ жол жүреді. Жүріп келеді. Кенет түйе бағып жүрген баланы көреді. Бұл кімнің түйесі? Бұл Қазбайдың түйесі. Бұл Қазбай бая қас шығар. Бұл кімнің қойы? Бұл Қазбайдың қойы. Қазбайдың тағы несі бар? Қазбайдың 3 керемет нәрсесі бар. Біз, қазаным, біз, құс, есегім, құс, ұр, тоқпағым, ұр. Шал кішкентай қоржынын алып Қазыбайдың үйіне жолға шығады. Ұзақ жол жүреді. Жүріп келеді. Қазбайдың үйі қайсысы? Анау, ортадағы үлкен үй. Иә, сол үй екен. Міне, келіп қалдым, айтқан уәдеңді орында енді. Әрине атасы, қалағаныңды сұра. Елден естідім, сенде 3 керемет нәрсе бар екен. Маған піс, қазаным пісті берсең. Шалдың сөзінен кейін қазы келісіп, оған піс қазанды әкеліп береді. Сөйтіп қазы қазанға қарап: «Піс, қазаным піс!» деп айтқан кезде қазаннан тамақ қайнап шығады. Шал қазанды алып үйге қайтады. Келе жатқан жолда бір ауылда асыр салып ойнап жүрген балалар бұлай дейді: Үй кіріңіз ата, шай ішіп кетіңіз.
Піс, қазаным, піс демеңдер. Балалар, қазанға қараңдар. Біз қазаным біз. Балалар қазанның секірін көріп, оны басқа жай қазанға ауыстырып қояды. Шал қазанды алып, қуанып күлімдеп үйге қайтады. Үйге келген соң былай дейді. Қазбай маған қазанды берді. Егер біз қазаным піс деп айтсақ, кез келген тамақты пісіріп береді. Шынымен бе? Қалай мүмкін? Иә, рас, өзің көресің. Піс, қазаным піс. Қане ештеңе жоқ қой. Қазбай сені алдаған көрінеді ғой. Мен Қазбайға қайта барамын. Мұның мәнісін сұраймын. Қазбай, сен берген қазан жұмыс істемеді. Қалайша жұмыс істемейді? Піс, қазаным піс. Атасы, мұнда бір түсініспеушілік болған секілді. Мен саған оның орнына құс есегім құс берейін. Жарайды, көрейік. Міне есегім. Қос, есегім, қос. Шал мәз болып, балаша қуанып, құс есекпен келе жатқанда тағы да әлгі ауылға тоқтайды. Сонда балалар: Келіңіз ата, үйге кіріп шай ішіп кетіңіз. Балалар, құс есегім құс демеңдер. Есекке қарап тұрыңдар. Құс есегімді құс. Есекті алмастырып қояйық. Қара, кемпір, Қазбай есек берді. Оған құс есегім құс десең алтын құсады. Сен не айтып тұрсың, шал? Иә, рас, қазір көрсетемін, қара. Жарайды, көрсетші, сенбеуші едім ғой. Құс, есегім, құс. Қазыбай тағы да алдап соқты ма? Ештеңе жоқ қой. Қазыбайдың қазанды да есегі де жұмыс жасамайды екен. Неге мені алдады екен? Қазыбай, мына есегің алтын құспайды. Мүмкін емес, құс есегім құс. Құс есегім құс. Не болды екен тағы? Ата, бұл жерде бір түсініспеушілік болған секілді. Мен сізге ұр тоқпақты берейін. Жарайды, Қазыбай, оны да көрейік. Ата, бұл ұр тоқпақ. Бұған ұр тоқпа мор деп айтсаңыз болды. Қалған істі өсіндірат. Жарайды, жақсы, көрейік. Үйге кіріңіз ата, шай ішіңіз. Балалар, ұр тоқпақ ұр демеңдер. Ұр, тоқпағым, ұр. Ата, тоқтатыңызшы, барлығын қайтарып берем. Тоқта, тоқпақ. Ата, міне піс қазан және құс есек. Бұларды біз ауыстырып қойып едік. Бізді кешіріңізші. Бәрі жақсы, балаларым. Кәмпир қара, піс қазаным, құс есек, ұр тоқпақ. Осымен ертегіміз аяқталды. Ал біз оқырмандарға ертегі ұнаған болса, лайк басып пікір жазып кетуін сұраймыз, иә? Тіркеліп кетіңіздер. Рахмет, балаларым.